Бүгінгі темамыз азауқат өнімдерін істеп шығару технология тикарларынан нан өнімдерін істеп шығару технологиясы. Табақтың ережесі нан өнімдерін істеп шығару технологиялық схемасы, нан өнімдерінің қамырын таярлау басқыштары һәм ұсулары, нан өнімдерін істеп шығаруда болып өтетін технологиялық процестер. Нан таярлау үшін тикарғы нан, бидай һәм қара бидай базда қосымша сипатында мәкке, жүгері, арпа, соя, ямаса жүгері ұллары пайдаланылады. Нан булка өнімдерін істеп шығару процесі төмендегі басқыштардан ibarat. Шикізатты қабыл ету һәм сақлау. Бұл жерде айтып өтеміз. Оның өнімдерін, ямасы ашытқы, кереклі май, мәйек өнімдерін һәммесін бұларды бірінші карханаларға қабыл қылынады. Оларға органолептический һәм физика-химиялық көрсеткіштер анықталады. Шикізатларды істеп шығаруға таярлау. Бұл жерде болып өтетін процестердің һәммесі оларды өнімді істеп шығаруға таярлаймыз. Оларды өлшейміз, кереклі рецептура мықтарында алып. Қамыр таярлау. Қамырды көбінше қамыр илеу машиналарында, кіші карханаларда қазіргі уақытта стандарт қамыр илеу машиналары қолданылады. Қамырды бөлектеу процесі бұл таяр ашқан қамырларды бөлектеу. Яғни біздер шөрек наларын таярлау үшін неше граммда болса, сол қамырды өлшейміз, ал буханка налары үшін қалыпқа салу болып есептелінеді. Пісіру һәм пісірілген өнімдерді сақлау. Бұл жерде көбінше пісіру пешлерде алып барылады. Пісірілген налларды сауда тармағына жіберу, бұл вагонеткаларда, ямаса складларда сақланады. Піскен нан 12 сағатқа шекем сауда тарауларына жіберіп болу керек. Бұл басқыштардың һәммесі ізбе-ізлікте орыланады, бірақ һәммесінің орыланатын процесслері бір-бірінен айырмашылыққа ие. Бидай қамыры, ұн, су, тұз, ашытқы, құмшекер, май һәм басқа да шикізатлардан таярланады. Бұл жерде егер біздер буханка налларын таярлау үшін су, тұз, ашытқыдан пайдаланамыз, ал егер булочка өнімдерін таярлау үшін онда май, мәйек, архива, маргарин, ямаса қосымша өнімдер қолданылады. Белгілі сорттағы ұн өнімін істеп шығару үшін қолданылатын бөлек шикізатлар мықтарының жиындысы рецептура деп белгіленеді. Бұл жерде әрбір технолог рецептураның не екендігін білуі шарт. Нан булка өнімдерінің рецептураларында су, тұз, ашытқы, қосымша өнімдердің мықтары 100 кг ұнға қарағанда килограммларда көрсету қабыл етілген. Мәселен, булочка өнімдерінің рецептурасы 100 кг ұн, оған біздер суды есаплап шығарамыз. Берілген рецептура бойынша пресленген ашытқылар 2,5 кг шекем, тұз 1,3 2,5 кг, құмшекер 20 кг шекем, майлар 13 кг шекем есапланып берілген. Нанды жақсылап істен қамырды пісіру жолымен алу мүмкін. Бұл жерде қамырды көтеру ұсулары механикалық ұсулда, химиялық ұсулда һәм биологиялық ұсулда қолданылады. Механикалық ұсулда көбінше қамыр илеу 2 жолмен алып барылады. Ал химиялық ұсулда көбінше құрамында май һәм мәйек, құмшекер, көп болған рецептурадан таярланатын кондитер өнімдерінде қолданылады. Ал биологиялық ұсул болса, қамырды ашытып, онан газ бөліп шығару ұсулы, бұл биологиялық ұсул деп аталады. Бұл көбінше қара налларды істеп шығаруда қолданылады. Қамырды таярлау 2 ұсулда алып барылады. Бұл апаралы һәм апарасыз ұсул. Апарасыз ұсулда берілген рецептура бойынша һәмме шикізатларды
қамыр илеу машинасына салып, бірде қамыр таярланады. Бұнда қамырдың ашуы 1,5-2,5 сағатқа шейін алып барылады. Ал қамырды таярлаудың 2 фазалық болса, бұл апаралы ұсыл болып есептелінеді. Бұнда бірінші аппарат таярлап аламыз. Аппарат таярлау үшін жылы су, ашытқы һәм таярланып жатырған иленетұғын ұнымыздың 25%-ін салып аппарат таярлаймыз. Ол ярым сағатқа шейін көтерілгеннен кейін осы аппараның үстіне қалған проценттегі ұлларды, май, құмшекер, ішімдік содасы һәм басқа қосымшаларды қосып қамыр илейміз. Қамырды зуаллау һәм соңғы форма беру операциялар арасында дәслепкі 2 аралық тындыру болу керек. Зуалланған бөлеклер 5-8 минут давамында тындырамыз. Ақырғы тындыру қамыр зуалларын тындыру шкафларында әмелге асырылады. Бұл жерде айтып өтіреміз, тындыру не үшін керек қамыр зуалларын? Тындыру бұл әрбір нан өз формасын алу үшін, яғни өзінің қалпына келу үшін. Бұл тындыру шкафларында температура 32-35 градус температурасында, ал салыстырмалы ылғалдылық 80-85 ылғалдылықта болады. Пісіру давамлығы кіші налаларды өзбек шөрекілерінде 8-12 минутқа шейін болады, ал үлкен көлемдегі налалар үшін 80 минутқа шейін құралады. Бұл жерде пісіру давамлығы әрбір нанның салмағына һәм рецептураға байланысты болады. Пісіру давамлығы температурасы 180-200 градусқа шейін болуы мүмкін. Нан өнімдерінің ассортименті. Нан өнімдері бұл біздерден бұрын 6000 жыл алдын белгілі болған. Алдын инсанлар нанды дәрілерді суға жібіту ретінде һәм сонымен быламық таярлау жеп келген. Заманның рауажлануымен нан өнімдері 1925-30 жылдары нан карханалары Өзбекстан Республикасында үскенеленіп, кеңінен кеңейтілген. Әзіргі уақытта нанның түрлі ассортименттері көп. Бұған нан бухан өнімдері, нан булочка, өзбек милли налалары, һәм білезік налалары, қақ налалар, һәм сонымен басқа диеталы шпалақ нан сортларын айтып өтсек болады. Нан өнімдерінің көрінісі булочка, өзбек милли налалар, шырмай һәм сухари налаларын айтып өтеміз. Сонан басқа орайлық Азия милли налалары, Тәжікстан налалары, шаботи һәм аквай күлшә, Қырғызстанда камуш нан, күлшә, шуй нан, Қазақстанда тава нан, сүтлі нан, дәмлі нан, бұлардың әммесінің өзінің таярлау технологиясы әрқилы болып келеді. Жақын Түркменстанда біздің өзбек һәм өзіміздің жергілікті налаларына текарына ұқсап келеді. Кавказ налалары. Кавказ налалары бұлар Әзербайжан, Грузия һәм Арменияда мемлекетіндегі налаларды айтып өтсек болады. Олардан Ганжа, Яхья, ямаса Қалын, Грузия налалары Тикарман, олар Шоти, Мадаура һәм лаваш налаларын айтып өтеміз. Арменияда аквай рецептора бойынша матмакаш, арман, долгик лавашлары істеп шығарылады.